сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің тақырыбымыз ғарышқа сапар. Суретті пайдаланып ұқсас сөздерді табыңдар. Ұшты-ұшты ойынын ойнаңдар. Ұшты-ұшты ойынның ережесі. Ойынның аты ұшты-ұшты. Ойынға қатысушылар бастаушының сөзін қалт жібермей бағып отыруы шарт. Ұшатын нәрсе айтылса қолдарын жоғары көтереді, ұшпайтын нәрсе айтылса тырп етпей отырады. Бастаушы ойынды қалай жүргізеді? Мысалы, ұшты-ұшты кран ұшты деген кезде сіздер қолдарыңызды көтересіздер. Ұшты-ұшты экран ұшты дегенде сіздер қолдарыңызды. Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы дүниеден озған. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағына ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол жерді айналып ұшып 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көптеген оқу орындары, қалалардағы көше алаңдар Юрий Гагарин есімімен аталады. Енді бізге сұрақ: ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесіңдер? Ғарышқа бізде бірінші ұшқан жануарлар. Өйткені оларды ғарыш айлағында өмір сүруге бола ма, соны тексеру үшін шығарған. Олар бізде белка мен стрелка, екі иттер. Ман қайтып келі звездочка ақшамдап алынған. Ғарышайлақ жұрт жүріп жатқан жолдан алыс орналасқан. Онда маман, инженерлер мен техниктер тобы жүреді. Осы жерде ғарыш кемелерді ұшыратын қуатты зымырандар құрастырып дайындалады. Осы жерден олар аспанға самғайды. Бізге сары ала итті әкеп көрсетті. Мен оны қолыма алдым. Салмағы 6 килограммнан аспайды екен. Оны еркелетіп жонынан сипап едім, қолымды жалап алды. Ол бала кезімде көп ойнаған біздің үйдің итінен айнымайды екен. Иттің атын сұрасам, оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек болды. Мен итті көтеріп алып жерге қоя бердім де, аман-есен орал звездочка дедім. Жиналғандардың бәрі осы атты құптап звездочка болсын деді. Ғарышайлақтағы алып құрылысқа мен бір жағы қуанып, бір жағы таң тамаша болып қарап қалыппын. Ұшу алаңындағы ең соңғы дайындыққа қызыға қарап тұрдым. Белгіленген уақыт жақындап қалды. Дәл қазір ұшуға бұйрық берілгелі тұр. Осы минуттарда ұшуға звездочка немес тап мені дайындап жатқандай сезіндім. Бейне бір аспанға шырқап кеткен ғарышкеменің ішінде отырғандаймын. Мүмкін адамдардың ішінен мен бірінші болып ұшармын. Міне ғарыш кеме ұшайын деді. Атқан оқтан да тез команда берілді. Қақпақтарынан жалыны бұрқырап, қозғалтқыштарының гүрсілдеген дауысы сондай күшті, көп сатылы зымыранның биікте ауыр корпусы старт алаңына көтеріліп бара жатты. Зымыран бірер секундта жерден бөлініп шықты да от жалынын шұбалтып көзден ғайып болды. Юрий, сені де біз осылай шығарып саламыз, деді жолдастарым маған. Күні бойы ойымнан осы көрініс кетпей қойды. Ғарыш кеме ғаламшарды айналып ұшып белгіленген ауданға қайтып келді. Мамандар, биологтер мен дәрігерлер аман-есен ұшып келген звездочканы көріп мәз-мейрам болып жатыр. Ал мен жаңағы көргенімді ойлаумен жүрмін. Құлағымда старт кезінде естіген керемет гүрсіл тұр. Ал көз алдымнан зымыран қалдырған будақ түтін кетпейді. Бірақ мен бұдан қорыққаным жоқ. Қайта бойымды шаттық көрдеді. Бүгіннің жоспарын ретімен орналастырып жаз. Тексеріп көрейік. Естелік дегеніміз күнделік жолжазбаға ұқсайтын әдеби шығарма. Юрий Алексеевич Гагариннің туындысы естелікке жатады.